Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары? Бүгін біз бірінші БЖБ бүтін көрсеткішті дәреже бөлімі бойынша талдайтын боламыз. Бірінші есеп, өрнектің мәнін табыңыз. Бұл жерде дәреже берілген. Дәрежені бөлу, дәрежені көбейту негіздері бірдей. 3-тің 7 дәрежесін 3-тің 5 дәрежесіне бөлеміз. Негіздері бірдей дәрежелерді бөлген кезде дәреже көрсеткіштер азайтылады. Яғни 3-тің 7 азайту 5 дәрежесі. Көбейту. 3-тің квадратын 3 дәрежеге шығарамын. Дәрежені дәрежеге шығару дәреже көрсеткіштері көбейтіледі. Тең болады. Онда 3-тің квадраты көбейту 3-тің 6 дәрежесі. 3-тің квадратын 3-тің 6 дәрежесіне көбейтемін, 3-тің 8 дәрежесі шығады. Екінші есеп, алгебралық өрнекті ықшамдаңыз. Бірінші бізге берілген бөлшекті -2 дәрежеге шығарамын. Минус болғандықтан біздің бөлшектің алымен бөлімі орындарын ауыстырады. 4m-нің -5 дәрежесі, n-нің -4 дәрежесінің квадраты көбейту 6 көбейту n-нің 6 дәрежесі көбейту m квадрат. Тең болады. Енді 2 дәрежеге шығарамыз. 4-тің квадраты 16 көбейтемін. m-нің -5 дәрежесін 2 дәрежеге шығарам, -10. n -8 көбейту 6 n-нің 6 дәрежесі көбейту m квадрат. Тең болады. 16-ны 6-ға көбейтемін. 6 96. m-нің -10 дәрежесі m квадрат бізде болады m-нің -8 дәрежесі. n-нің -8 дәрежесі, n-нің 6 дәрежесі ол n-нің 14 дәрежесі болады. Тең болады. 96 n-нің 14 дәрежесі бөлімінде m-нің 8 дәрежесі. Келесі есеп. Жерден күнге дейінгі қашықтық берілген. Жерден күнге дейінгі қашықтықты метрмен стандарт түрінде жазыңыз. Қанша 0 бар бізде? 8 0 бар. Сонда бұлай етіп жазамыз. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 бүтін 1000-495 көбейту 10-нің 11 дәрежесіндегі метр. Метрмен стандартты түрде жазылған қашықтықтың мәнді бөлігі мен ретін жазып көрсетіңіз. Мәнді бөлігін жазайық. Мәнді бөлігі 1 бүтін 1000-495. Ал реті дегеніміз ол 10-нің 11 дәрежесі. Метрмен стандартты түрде жазылған қашықтықты километрге айналдырып жазыңыз. 1 бүтін 1000-495 көбейту 10-нің 11 дәрежесіндегі метрді километрге айналдыру үшін 1 километрде 1000 метр бар екен ескереміз. Олай болса, бұны бөлеміз 1000-ға. 1000 дегеніміз ол 10-ның 3 дәрежесі. Олай болса, 1 бүтін 1000-495 көбейту 10-ның 11 дәрежесін 10-ның 3 дәрежесіне бөлсем, 10-ның 8 дәрежесі болады. Километр. Соңғысы, күн сәулесінің жерге қанша секундта жететіндігін табыңыз. Жарық жылдамдығы берілген. Уақыт тең болады. Метр секундпен берілгенде 1 бүтін 1000-495 көбейту 10-ның 11 дәрежесін жарықтың жылдамдығына бөлемін. Бұл жерде жуық мәнмен аламыз. 0 бүтін 100-49 тағы сол сияқты көбейту 10-ның 3 дәрежесі. Немесе 0 бүтін 10-5 деп алуға болады. 0 бүтін 5 көбейту 10-ның 3 дәрежесі. Келесі есеп 4-ші. Стандарт түрде жазылған сандардың қосындысын табыңыз, жауабын стандартты түрде жазыңыз, және айырымын табыңыз, жауабын стандартты түрде жазыңыз. Бірінші қосайық. 6 бүтін 145 көбейту 10-ның 5 дәрежесіне қосамыз 4 бүтін 5 көбейту 10-ның 4 дәрежесі. Қазір бізде 10-ның 5 дәрежесі, 10-ның 4 дәрежесі, сондықтан екеуінде 10-ның 4 дәрежесіне немесе 10-ның 5 дәрежесіне келтіре алайық.
Так, 10-ның 4 дәрежесіне келтіретін болсам, немесе мында 10-ның 5 дәрежесіне келтіретін болсақ, 6/145 көбейту 10-ның 5 дәрежесі қосамын 0/145 көбейту 10-ның 5 дәрежесі. 6/145-ке 0/145-ті қосамыз. Так, 0, 8, 9. 6/9 көбейту 10-ның 5 дәрежесі болады. Енді айырымын жазайық. 6/145 көбейту 10-ның 5 дәрежесі қосу 4/5 көбейту 10-ның 4 дәрежесі. 6/145 көбейту 10-ның 4 дәрежесі, 10-ның 5 дәрежесі азайту екен ғой айырымы. 4/5-ті 0/145 көбейту 10-ның 5 дәрежесі тең болады 6 көбейту 10-ның 5 дәрежесі. Немесе былай жазуларыңызға болады. 6/145-ті 64/5 көбейту 10-ның 4 дәрежесі азайту 4/5 көбейту 10-ның 4 дәрежесі деп жазуға болады. Қосуда да дәл солай. Осылай да жазып шығуларыңызға болады. 64/5-тен 4/5-ті азайтасыздар. 60 көбейту 10-ның 4 дәрежесі. Так. Мында 0, да қосуды 0, 969 көбейту 10-ның 4 дәрежесі. Өзіңізге ыңғайлы вариантын таңдап аласыз. 5 дәрежеге келтіресіз бе, 4 дәрежемен жазасыз ба?